Сен фобия бар ма сенде? Фобия. Я бар. Қандай? Автобус КамАЗдар. Неге? Мен мектеп кезінде апатқа ұшыраған едім. Біздің автобус КамАЗға кіріп кеткен содан бері. Даже мен көлік жүргізіп келе жатам ғой. Сол кезде қасымда үлкен бір крупный үлкен машина келіп мені бүйтіп қыса бастаса, мен дірілдей бастаймын осылай. Сондай страх. Тек автобус нелер ғана, иә? Автобус, иә, мен жандәк андай құрт құмырсқа деген сияқты нәрседен қорықпаймын. Жақсы көретін. Өткенде көрген жоқсың ба фобия кезінде? Мен барлығын ұстап прямо Тек үлкен көліктерден ғана дейсің ғой. Иә, өйткені автобустардың өздері былайынан қысады да легковушкаларды былайынан, сондықтан қорқынышты. Содан кейін мүлдем автобусға ештеңе отпайсың. Ол қорқынышты жеңіл ойда бар ма? Фобиян. Мен көрдім, қарадым, көрема болама деген сияқты, бірақ андай аэропортта келген кезде автобус. Әліне жалпы фобия деп жатамыз ғой. Фобия бар ма сенде? Неден қорқасың? Мен бар ғой, пауктен қатты қорқам. Өрмекші пауктен, жәндіктерден пауктен қорқам, потом елестен қорқам, жын перден қорқам, түнде бастырудан қорқам. Біраз нәрседен қорқам. Біраз нәрседен. Кеше не видео түсіріп қайтыңдар? Стористерден байқап қалдым. Былай айтқанда, совместный контент ретінде Кім идеясы болды? мен идеям болды. Видео түсіп қайтып Инстаграмға деп. Рилс түсіреміз. Махаббат жанрында. Махаббат жанрында келеді, махаббат жанры келеді. Иә, былай болған ғой, мысалы, біз біздің көрермендеріміз комментариясын оқимыз да, Қайсар Карина деп жазған соң, көрермендер көргісі келді деген ойда болдық. Иә, мен жауабымды иә деп айттым. Түсірдік. Ең бірінші ақылдан звондап айтып қойдым. Енді Қайсар айтады, ақылға звондап қой деп. Ақыл иә түсіре бер дегендей рұқсатын сұрап қана бірақ түсірген болатынбыз. Сол үшін сол контент бірнеше видео түсіргенбіз негізі. Бірнеше видео, бүгін бірінші видео лақтырдық. Көреміз, көрермендер қалай реакция жасайтынын, сосын тағы видео салады. Көрермендер мына жігітпен түсір десе, сен түсіре бересің получается. Жоқ, ол көп нәрсе жазады ғой. Қайсар екеумізді көп жаза берген, мен келгеннен бастап жаза беретін ғой. Сол үшін түсірдік. Түсіргім келетін адам. Не видео түсіріп қайтыңдар кеше қалғар? Кеше Қайсар мен Каринаға видео түсіріп бердім. Махаббат жанрында ма? Өздерінің бір идеялары бар екен, соны түсіріп берші деген соң хорошо деп барып түсіріп қайттым. Барлық қатысушылар сұрақ қойып жалпы фобияң қандай? Хобби? Фобия. Фобия... Так. Жыланнан қорқам. Жыланнан? Кішкентай жылан болса да, бірақ енді қорққанда қалай вдруг шығып қалса қорқам да, а так бұлай көріп тұрған жерден қорқпаймын. Ол туа бітте пайда болды ма әлде? Білмеймін, ол бұрындан сондай. Жалпы фобия бар екенін қалай түсінесің өзің? Осыған фобия бар ау деймін. Вдруг шошып кетесің ғой. Өткенде мына жерде жыланды ұстап неткенде де қасында тұрдым, қорқыныш болып тұрды, бірақ ондайда қатты қорқпаймын, бірақ содан кішкене қорқамын. Тек жылан ғана.